Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен алдыңғы жылымыз барыс жылы болғандықтан барыс салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге капустамыз қажет. Капустамызды уақтап турап аламыз. Пекинский капуста немесе салатный лист қолдансаңыз болады. Және менде мұнда куриный рулет, ал сіз куриный рулеттің орнына копч.окарачка қолдансаңыз болады. Менде үйде бар құрамнан жасағаным. Толық нұсқаны төменге жазып кетемін. Осылайша барлық құрамдарды пісіріп алып, терканың көмегімен барлығын теркадан өткізіп аламыз да майонездің көмегімен араластырамыз. Осылайша содан соң барлығы дайын болғаннан кейін барыс тәріздес етіп әсемдейміз. Содан соң дәл осы салатпен шишки жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарасаңыз барлығы түсінікті. Барлық толық құрамдарды төменге жазып кетемін. Егер менің видеом ұнаса, бағалап кетуді ұмытпаңыз. Және арнама тіркеліп кеттіңіз. Рахмет.